Ассаламу алейкум, картинка тоқимыз. Ол үшін кез келген формадағы донышко, номері 6 ілгек, қайшы және 3 түрлі жіп қажет. Донышкамен жұмыс жасаймыз. Ол үшін бізге донышканың көлемі маңызды емес, дөңгелек, төрт бұрышты, оваль болсын, барлығының тоқылу жолы бір. Мұқият қараңыздар. Донышканың жиегіндегі дөңгелек бөліктерден ілгекті кіргіземіз. Және одан негізгі жіпті іліп алып шығарамыз. Артқы бөлігінде кішкене жіп қалуы қажет. Оны ұстап отырып, келесі бөліктен ілгекті кіргіземіз, және де одан да негізгі жіпті іліп алып шығарамыз. Сол шығарылған жіпті ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз. Мұқият қараңыздар. Енді келесі бөлікке кіргіземіз, негізгі жіпті іліп алып шығарып, ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз. Бұл бізде корзинкенің табаны болып саналады, сондықтан ең алғаш осындай тігісті жүргізіп аламыз. Бұл бізде бекітпе тігісі деп те аталуы мүмкін. Егер сіз донышканың дөңгелек төрт бұрышты формаларын кәдімгі жіптен тоқитын болсаңыз да, осындай бекітпе тігісін жүргізесіз. Осылай тоқу арқылы дөңгелек форманы айналдырып, соңына дейін алып келеміз. Ал енді қатарымыздың басы мен аяғын біріктіретін боламыз. Ол үшін бағанағы сәл ғана қалдырған жібімізді аяқтаушы қатардағы бөліктен ілгек арқылы шығарып аламыз. Және де ол жіпті негізгі жіптің ортасынан өткіземіз. Артқы бөлігінен тартамыз. Трикотаж жібіне арналған үлкен иненің көмегімен осы қысқа жібімізді ілгек сыймаған жағдайда, егер сіздерде ілгек сыйса, ілгек арқылы өткізсеңіздер болады. Мен бұл жерде инені пайдаландым. Бұл тақтай болғаннан кейін майыспайды, сондықтан маған кедергі келтірді. Трикотаж жібін пайдалану арқылы бастаушы қатардағы екі жіптен инемен өткізіп аламыз, және де шыққан тұсына қайтадан сол ине арқылы кіргіземіз. Сол кезде қатардың бір-біріне жалғанғандығы бізде байқалмай қалды. Мінекей әдемі болып. Осылайша біз табанын тоқып алдық. Енді жиегін тоқып бастайтын боламыз. Ол үшін негізгі жіптің шыққан тұсынан, яғни мына табанын тоқыған бекітпе тігісінің арасынан дөңгелек бөліктерге, мінекей мұқият қараңыздар, негізгі жіпті іліп алып шығарамыз. Және де артқы бөліктегі қысқа жіпті осы тоқу барысында аралықтарынан айналдырып өткізіп жібереміз. Қайтадан түсіндіремін, қараңыздар, дөңгелек бөлікке ілгекті кіргіземіз, негізгі жіпті іліп алып, ілгектің бойындағы екі жіптен де өткіземіз. Дөңгелек бөлікке ілгекті кіргіземіз, негізгі жіпті іліп алып, ілгектің бойындағы екі жіптен де өткіземіз. Тап осылай қатарымызды оваль формасын айналдыра дөңгелентіп тоқып шығамыз. Қатарымыздың соңына да келіп жеттік. Соңғы екі галочканы тоқимыз және де бір-бірімен байланыстырамыз. Мұқият қараңыздар. Бастаушы қатардың үстіңгі бөлігіндегі екі жіптен ілгекті кіргіземіз. Негізгі жіпті тартып шығарамыз. Және де аяқтаушы қатардағы соңғы галочканың үстіндегі екі жіптің аралығынан ілгекті өткізіп, оған манағы жібімізді кіргіземіз, және де негізгі жіпті іліп алып, екінші қатарымыздың алғашқы галочкасын қалыптастырдық. Әрі қарай осы үстінен қарағандағы екі жіптердің ортасынан ілгекті өткізе отырып, мінекей қараңыздар, мінекей ашық бөліктер тұр ғой, осы бөліктерден ілгекті өткіземіз. Негізгі жіпті іліп алып, ілгектің бойындағы екі жіптен шығарамыз. Дәл осылай қайталау арқылы екінші қатарымызды аяқтаймыз. Және де үшінші қатардан бастап кез келген өздеріңіз қалаған, өзіңіз білетін өрнекпен корзинкені жоғары қарай көтеріп тоқи берсеңіздер болады. Екінші қатарымыздың соңғы екі галочкасын тоқимыз. Мұқият қараңыздар, шатаспаңыздар. Бұл бізде ең алғашқы екінші қатардың бірінші галочкасы. Енді әдеттегідей қатарды бір-бірімен біріктіреміз. Және де үшінші қатардың бірінші галочкасын қалыптастырамыз.
Тоқу барысында осылай сыртқы бөлігіне қарай жібіміз айналып кетеді. Оны қолымызбен бұрап жоғары қарай келтіріп аламыз формасын. Тап осы үшінші қатардан бастап шахмат тәрізді өрнекпен кәрзеңкемізді тоқып бастаймыз. Ол үшін мұқият қараңыздар. Ең алғашқы галочкамызды қалыптастырдық. Енді екінші галочкамыз астыңғы қатардағы галочканың астынан, мінекей, астынан өтеді, ұзынырақ болып. Екіншісін тап соның қасынан өткіземіз. Ұзын галочканы содан кейінгі галочканың астыңғысынан өткіземіз. Тап соның қасынан қысқа галочка. Астыңғы бөлігінен ұзын галочка. Осылайша өрнекті қалыптастыра береміз. Қатардың аяғына дейін тап осылай тоқып шығамыз. Мінекей, бұл бізде қысқа галочка. Соның қасындағы галочкадан кейінгі, мінекей, екінші галочканың астынан ұзын галочканы шығарамыз. Тап соның қасынан қысқа галочканы шығарамыз. Одан кейінгі астыңғы бөліктен ұзын галочканы шығарамыз. Осылайша қатарды соңына дейін тоқимыз. Үшінші қатарымыздың соңғы екі галочкасын тоқимыз. Қысқа галочка және де ұзын галочка. Қатарды әдеттегідей бір-бірімен байланыстырамыз. Төртінші қатарымыздың алғашқы галочкасын қалыптастырамыз. Ал енді ұзын галочкамыз үшінші қатардағы қысқа галочкалардың астынан өтетін болады. Мұқият қараңыздар. Тап соның қасынан қысқа галочкамызды тоқып шығарамыз. Және де үшінші қатардағы қысқа галочканың астынан ұзын галочкамызды шығарамыз. Әрбір қатарды, жаңа қатарды тоқу барысында осылай төменгі қатардағы қысқа галочкалардың астыңғы бөлігінен ілгекті кіргізу арқылы ұзын галочкаларды шығарып, шахмат өрнегін қалыптастырамыз. Мен бұл кәрзеңкені тоқуда екі түрлі жіпті пайдаландым. Бордовый және сары. Әрбір екі қатардан соң, яғни үшінші, бұл бізде төртінші қатар ғой тоқып жатқан. Осы төртінші қатардан кейін бесінші, алтыншы қатарды сары жіппен, жетінші, сегізінші қатарды қайтадан бордовый цветпен тоқыдым. Видеодан көру арқылы сіздер де солай тоқсаңыздар болады. Мінекей, мен бесінші қатарды бастағалы жатырмын. Ол үшін сары түсті жібімді алып аламын да, бесінші қатардың алғашқы галочкасын тоқу барысында, мінекей, осы ұзын галочканың жанынан ілгекті кіргізіп, оған сары жіпті іліп алып, бесінші қатардың бірінші қысқа галочкасын тоқып шығарамын. Мінекей. Ал енді ұзын галочканы төртінші қатардағы қысқа галочканың астынан өткіземін. Соның қасынан қайтадан қысқа галочканы шығарамын. Төртінші қатардағы қысқа галочканың астынан ұзын галочканы шығарамын. Ұзын галочканың жанынан қайтадан қысқа галочканы шығарамын. Тап осылай еш қиындықсыз екі қатар сары түспен тігеміз де, осылай екі жіпті бір-біріне байлап, артық қалған жіптерді тоқу барысында аралықтарынан өткізіп жіберіп, кәрзеңкенің соңғы екі бордовый түсті қатарын қалыптастырып тоқып аяқтаймыз.
Мінекей 8-ші қатарымызды тоқып аяқтадық. Енді кәрзеңкеміздің жиегі әдемі болып көрінуі үшін бекітпе тігісін жүргізетін боламыз. Ол үшін мұқият қараңыздар. Аяқтаушы қатардағы негізгі жіпті үстіңгі бөліктегі 2 жіптен 8-ші қатардың бастапқы бірінші галочкасының үстіңгі 2 жібінен ілгекті өткізіп негізгі жіпті тартып шығарамыз. Және де соның қасындағы бөліктен қайтадан кіргізіп негізгі жіпті ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз. Ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз. Осылайша мықтап, қатты тастай етіп тоқудың қажеті жоқ, барынша мықтап тоқып шықсаңыздар болады. Дәл осылай 8-ші қатарымыздың аяғына дейін тоқимыз. Қалай біріктіру керектігін сол тұста айтатын боламын. Бекітпе тігістерін бір-бірімен байланыстырамыз. Ол үшін қажетті мөлшерде жіпті қиып аламыз және де оны ілгектен тартып шығарамыз. Бастапқы бекітпе тігісін тігіп бастаған ең алғашқы 2 жіптен ілгекті өткіземіз. Негізгі жіпті тартып шығарамыз және де сол жіптің шыққан тұсынан ілгекті қайтадан кіргіземіз. Негізгі жіпті осы тұстан тартып шығарамыз. Осылайша біздің бекітпе тігісіміздің жалғасқан бөлігі байқалмай қалды. Енді артқы бөліктегі қалған артық жіпті ішкі бөлігінен тоқылған бөліктердің арасынан байлап өткізіп тастаймыз білінбестей етіп. Осылайша біздің кәрзеңкеміз дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.